Сәлем достар, сіздермен мен Алексей, және де мен бүгін сіздерге Майнкрафт летсплей түсіретін боламын. Және де бастайық достар. Бірден іске көрсек достар. Менде бәрі түгел деп ойлаймын. Бәріміз қару-жарақ бәрі бар. Тағы запасқа алайық достар. Және де бұл жерге бізде тек бір учебник алып көрейік, керек болып қалар достар. Бұл қала тұрсын, және де кеттік достар. Кешіріңіздер, бұл жерде бізге қазір уголь керек. Уголь де аз екен достар. Барға ғана қатты енді 8 ғана уголь тек қана. Және достар кеттік. Бізге бір жерде тапқыру керек. Көрмекші, бергел. Біреу дайын достар. Біз ашық жерде жүретін бармыз. Өйткені бұл летсплей, ақты летсплей болады. Бергел, бұл да өлі достар. Бұның ішінде өрмекшілер жүруі мүмкін, бірақ жоқ екен. Бір күн шыдау керек достар. Қазір бұл жерде қарайық. Және достар, зомбилармен сайқасқан жерде не анау достар? Атты қалай алып келсек болады достар. Көне мекен ол. Ан жерде достар. 9. Достар, летсплей 3-те сіздерге айтқан болатын. Майнкрафт летсплей 4-те мен сіздерге зомбилармен соқсам деп айтқан болатынмын. Және де бұл сөзімді орындайтын боламын достар. Жерде 1-2 зомби жүрген сияқты. Еліп барайық достар. Крипер. Крипер. Бұл жерде крипер достар. Жоқ ма? Достар, міне бұл жерге керек заттарды қойып осылай. Кетші болды. Қазір достар, осы жерде қорғайтын боламыз. Не болып қалды? Қатып қалды ғой. Достар, бұл жерде крипер арылып кетпеу керек, және де криперді өлтіріп достар. Артта ешкім жоқ екен. Ана жерде скелет достар. Артқа қарай жүрейік. Зомбилар өте көп болып кетті достар. Мына жақта зомби. Және достар, зомбилар өте көбейіп кетті. Көбін өлтірдім. Зомбилар емес, бірақ та скелеттен қиналуға болады достар. Бірақ мен осы видеоны өлгенше түсіретін боламын. Скелет тұрды ана жерде. Артымызды достар қарайық. Мына жерден шықпай жатыр достар. Және достар, бұл жерде скелет. 2 скелет достар.
Қаштық. Екі скелет. Мен ойлаған жоқпын екеуі болады деп, тек біреуін көргем ол жерден мен. Өздеріңіз де байқамай қалған боларсыздар. Және ана скелетті қалай өлтіруге болады, соны ойластырайық. Бұл жиыныкты қалай қылса. Ох, екі скелет. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Тағы бір оғы тиді. Күтейік. Бір, екі, үш. Оқты. Ақты. Оқты, достар. Бұл скелет өте. Бізден соқ қатты дайындалған екен, не болып кетті. Қашайық, достар. Басқа амал жоқ. Үйіміздің де астында зомбилерді өлтіретін боламыз. Өйткені өте қиындап кетті, достар. Және тағы да пауыкты өлтірдік. Әліміз пауыққа жететін болды тек қана. Скелеттер өздері келмесе мен бармай қойын, достар. Және кішкене үйге барып, үйдің қасындағы, айналасындағы зомбиларды қарайтын боламыз. Қазір, достар. Жерде крипер. Жерде şu зомбиге барайық. Отанда скелет жоқ болар. Скелет бар жоғын білу үшін біз жоғарыдан барайық құрсын. Дұрыстап анықтап алайық зомбидің саны неше екенін. Жоғарыдан скелет болатын жоғарыдағы адам зомбиларды өлтіру керек біз, достар. Мына зомбидің өзі байқамай қалатын секілді, және де артынан келіп өлтірдік. Бір ойдағыдай. Опа, жерде скелет, қаштық. Өйткені ол бір атса ата береді, достар. Және де кеш. Болды, өлді. Таңда атып келді. Скелеттің кетуін күтейік, достар. Ешқандай да тамақ жоқ бізде. Жаныстар, ма скелетті өлтірдік. Енді бұл жерде крипер болатын, бір крипер. Бұл енді жерде асықпай өлтіреміз ғой енді. Опа, жарты өмірімізді алып кетті почти. Және бізге бүкіл жан-жануарлармен соғыстым. Енді осы тұрған тауықты өлтіру керек. Өйткені бізде жейтін тамағымыз да жоқ. Жаңағы ат бар жерге барып келейін, достар. Осы бір түнде өлмедім болса, өздеріңізбен соғысқанды көрдіңіздер. Енді ондай бәрі выживаниеда болады. Ана атты сояйық, достар. Бізге еті өте қажет. Өйткені маған летсплей 5 түсірмейтіндіктен, достар, ол түсірем бе, түсірмейм бе білмеймін, бірақ та сонда да бұл аттарды ала беруге, жей беруге болады.
маған әлі мен осы Minecraft 4-те түсіргеннен кейін болатын боламын достар, түсірмейтін боламын енді. Ендігі деп ұзақ түсірмей қалатын бес. Жей келесі видеоға дейін не түсіретінді ойланамын достар. Бұл аттардан неге мясник дейді бұл жерде. Бұл кожа тек қана. Бізге негізінде тамақ керек болатын. Өйткені қатты қарнымызға шуып қалуымыз әбден мүмкін. Мына суда бір қазір. Достар, осы летсплей қазір кішкене уақыттан кейін аяқтайтын боламын. Және достар, тағы да айта кетейін, сізмен интроға заказлатын боламын достар. Қабылдайтын боламын. Тегін, әзірше тегін болады достар. Сіздерге керемет интролар жасап беретін боламын. Осы видеоларымның бұлай комментарияларға жазыңыздар. Заказ маған интро жасап бер деп айтыңыздар, өзім жасап беремін. Достар, бірден айта кетейін, әзірше тегін, әзірше ғана. Каналым әбден дамығаннан кейін жайлап өздеріңіз білесіздер, енді айтпай қойын. Енді бізге бұл жерде мен көптен бері жасағым келіп жүреді. Бұлай ма? Осылай болу керек қой да, жебе. Неге үйіп шықпай тұрген? Бірақ жәрі шебенде керек емес те көп. Сондықтан достар, бәріңізге сәлем достар. Сау болыңыздар достар. Бәріңізге енді комментарияға заказ жазыңыздар. Сіздермен болған мен Алекс Вичер, әдеттегідей. Сау болыңыздар достар.